саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің шаттық шеңберімізге орналасты. Бірге қайталайық шаттық шеңберімізді. Қуанайық мендер, қуанайық сендер, қуанайық достар, адалдық арқан көңіл. Жарайсыздар. Енді балдар біздер бірінші, екінші және үшінші топқа бөлінеміз. Мен сендерге антеге столдарымызға қаңқыз берілген. Соны арқылы, қаңқыздың қанаттарын ашу арқылы қай топқа орналасқанды табамыз. Бер қара. Бізге тиын, келіп қалып, тиынның сендерге алып келген хаты бар екен. Бірге оқайықшы. Құрметті балалар, мен сендерді саяхатқа шығуға шақырамын. Бізге қайда жүру керектігін жоспарсыз бар, кесіп көрсетеді. Сендерді алда қызықты кездесулермен шешілмеген мәселелер күтіп тұр. Балалар, біздер бүгін өзен, орман және шығармашылық саяхаттаймыз шығармашылыққа. Бүгінгі бірінші бәріміз өзен аялдамасына барамыз. Солай ма? Бәріміз пойыз арқылы өтеміз. Өзенде не бар екен балдар? Қоқыстар бар. Олар қоқыстар не істейміз біздер? Аламыз. Оларға неге қоқыстар кедергі? Кімге кедергі болады? Балықтарға. Бұлар өзенде не өмір сүреді сонда? Суда не өмір сүреді? Балықтар өмір сүреді. Солай ма? Балықтарға қоректену үшін, таза ауа керек болу үшін олардан не істейміз сонда? Не жинаймыз? Қоқыстарды. Бірінші қоқысты жинамас бұрын мен сендерге қолдарына қолғап беремін. Қоқыстарды таза қолдарыңызды ұстамай, қолғап жинап тазалайық. Солай ма? Бір қолға. Аялдамамыз орман аялдамасы. Бірге пойыз арқылы біздер орман аялдамасына келдік. Солай ма? Орман аялдамасында не бар балдар? Не көреміз? Жануарлар, солай ма? Жабайы жануарлар өмір сүреді. Және орманның ішінде не бар тағы да? Жануардан басқа не бар?